Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2-ші сыныптың математика сабағы. Бірінші бөлім 5-ші сабақ. Бірінші жаттығудан 8-ші тапсырмаға дейін бірге талдап қарастырамыз. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды бірге орындау сіздерге ұнайтын болса, каналға тіркеліп алыңыздар. Сабақтың тақырыбы 2 таңбалы сандарды салыстыру. Сен 2 таңбалы сандарды салыстыруды үйренесің. Сан сәулесінде жазылған сандарды оқы. Қалып қойған сандарды ата. Сан сәулесіндегі сандар 0, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 19. Ал қалып қойған сандар 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 сандар қалып қойған екен. 10 санының көршілерін жаз дейді. 10 санның көршілері бізде 9 пен 11, яғни 10-ның алдында 9 келеді, 10-нан кейін 11 келеді. 15 санына қатысты алдыңғы және кейінгі сандарды ата дейді. 15 санның алдында тұратын 14, ал 15-тен кейін тұратын сан 16. Келесі тапсырмаға кеттік. Сандарды разрядтық құрамына сүйеніп, 17 мен 19 сандарын қалай салыстырады? Түсіндір дейді. 17 мен 19-ды салыстыру үшін бірінші біздер ондықтарына қараймыз да. Ондықтары екеуінің бірдей, ал бірліктері әртүрлі екен. Ендеше бұл жерде 19 мысалы артық болады. Разрядтық қосылыстарға жіктейік. 17 тең 10 мен 7-нің қосындысына, 19 тең 10 мен 9-дың қосындысына. Яғни бұл жердегі анықтаманы мұқият есімізде сақтайық. 2 таңбалы сандарды натурал сандар қатарында орнына қарай салыстырады. 2 таңбалы сандарды разряды бойынша екінші разрядтан бастап салыстырады. Егер ондықтар саны бірдей болса, онда бірліктер разрядын салыстырады. Келесі осы анықтамаға байланысты үшінші тапсырманы қарайық. Үлгі бойынша сандарды салыстыр дейді. Бұл жерде 59 артық 56-тан, өйткені 5 ондық тең 5 ондық, бірақ 9 бірлік 6 бірліктен артық. Міне осылай үлгі бойынша келесі сандарды салыстыруымыз қажет. 31 артық 29-дан. Себебі бұл жерде 3 ондық артық 2 ондықтан. Енді бұл жерде ондықтар артық болғандықтан бірден артық екенін көрсетеміз. Келесі 47 кем 57-ден. Бұл жерде ондықтарына қараймыз, 4 ондық және 5 ондық. 4 ондық әрине кем 5 ондықтан. Келесі 50 бірлік тең 5 ондық 0 бірлікке. Неге тең дейміз? Себебі 50 бірлігімізде 50, ал 5 ондық 0 бірлігімізде 50 болып есептеледі. 2 ондық 2 бірлік тең 22 бірлікке. Бұл жерде 2 ондық 2 бірлігімізде 22, 22 бірлігімізде 22 санын білдіреді. Сондықтан тең деп айта аламыз. Келесі графикалық модельдерді пайдаланып сандарды салыстыр дейді. Бұл жерде бірінші графикалық модельде 86 санын көріп тұрмыз, ал екіншінде 96. Ондықтарына қараймыз. 8 ондық көп пе, әлде 9 ондық көп пе? Әрине 9 ондық көп. Ендеше 86 кем 96-дан деп көрсетеміз. Келесі модельге қараймыз. Бұл жерде шаршылармен берген екен. Бұл жерде 87 артық 86-дан дедік та. Бұл жерде ондықтары бірдей. Ондықтары бірдей болғандықтан енді бірліктері арқылы салыстырамыз. Бұл жерде 7 бірлік, ал мұнда 6 бірлік. Сондықтан 87 артық 86-дан деп көрсетеміз. Келесі бізде 50 саны, 50 мен 55. Әрине ондықтары бірдей, ал бірліктері артық. Яғни бірлік мұнда 0, ал мұнда 5. Сондықтан 50 кем 56-дан деп көрсеттік. Келесі тапсырма теңсіздіктер құр дейді. 7 мен 2 сандарының қосындысы 5-тен артық. 6, 4 саны 9 пен 3 сандарының айырмасынан кем. 10 мен 3-тің қосындысы 14 пен 4-тің айырмасынан артық. Міне осылай теңсіздігімізді құрастырып қоямыз. Келесі 6-шы тапсырмада мысалдардың шешуін тексер. Қателерді түзетіп, дәптерге көшіріп жаз. 20 мен 20-ның қосындысы 40-қа тең. Бұл жерде қате жоқ, дұрыс. 30 бен 40-тың қосындысы 80 деп қойған. Бұл жерде қате бар. 30 бен 40-тың қосындысы 70-ке тең. Мен астында түзетіп жазып қойдым сіздерге. Келесі 90 мен 70-ның айырмасы
30 деп қойыпты. Әрине бұл жерде қате, 90 мен 70-ің айырмасы 20-ға тең екен. Ендеше қателерін түзетіп жазып аламыз. Келесі 7-ші тапсырмада 87 мен 92 сандардың арасында орналасқан сандарды кему ретімен жаз. Осылардың ішіндегі ең үлкен санның алдындағы санды разрядты қосылғыштардың қосындысына түрінде жаз деді. Бұл жерде арасындағы сандар кему ретімен жазатын болсақ 91, 90, 89, 88. Ал енді ең үлкен сан бізде бұл жерде 91, ал 91-дан кейінгі сан 90. 90-ды разрядтық жаңағы 91 үлкені, соның алдында тұрған санды разрядты қосылғышқа жіктеу керекпіз. Ол сан 90. 90-ды разрядты қосылғышқа жіктеген кезде ол 90 мен 0-дің қосындысына тең. Келесі 8-ші тапсырма, екі таңбалы сандар тізбегін жалғастырып жаз. Бұл сандардың ұқсастығы неде? Ұқсастығы бәрі де екі таңбалы сан. Мына жерде тұрған сандарды пайдалана отырып, біздер сандарды шығардық. 87, 76, 65, 54, 43, 32, 21, 10. Яғни бұл жерде сандар кему ретімен кетіп бара жатыр. Кему ретімен жазылды. Тізбекті пайдалана отырып, біздер екі таңбалы сандарды шығардық. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды бірге орындау ұнайтын болса, каналға тіркеліп алуларыңызға болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.